Hey достар, осы видео бастамай тұрып, мен сіздерге айтайын дегенім, мен каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазыңыздар. Содан кейін осы видео жай ғана перевод. Осы видеоның оригиналы описанияда. Ал енді осы видео өзінен өзі басталатын болады. Сәлем, менің атым Саша. Менде сирек кездесетін ауру. Оның атауын айту өте қиын. Менің ағзам ауа температурасының ауысына шыдай алмайды. Ауа райы ысыса немесе төмендесе, менің терім қызарады да аллергияға ұқсау бастайды. Барлық жерім ауырады, көзімнен жас ағады. Содан кейін менің аузым кеуіп қалады. Осындаймен өмір сүру өте қиын. Өйткені мен далаға шыға алмаймын. Мен шыға алмаймын, өйткені ауа температурасы ауысқан сайын мен өлу бастаймын. Мен үйдің ішінде оқимын, достарыммен де үйде сөйлесемін. Кейде далаға шығам, жай ғана үйдің артына термометрмен. Менің үйімде көп кондиционер бар. Күнде 24 градус болуы керек. Айту керек бол, ол қанша тұрады екенін. Осы ауруды әкемнен алғанмын. Бірақ та жеңіл формада. Анамның аяғы ауыр болғанда олар қорққан. Менде де осындай ауру бола ма деп. Бірақ та солай болды. Соның кесірінен әкем өзін кінәп жүр. Мен әкеме айтайын дегем, оның кесірі емес деп. Сондықтан әкем екеуміз өмір бойы үйде тұрамыз. Соның кесірінен анам жалғыз өзі бізге қарайды, кішкентай балаларға сияқты. Анам ғана далаға шыға алады, тамақ алуға немесе киім алуға. Анамның атына посылканы аламыз, өйткені біз почтаға бара алмаймыз. Маған солай сезіну жаман. Сендер білмейсіздер қалай екенін. Өзінің үйінде қамалып отыру. Содан кейін біз әдейі генератор алдық, свет өшіп қалмасын деп. Оның бәрі қымбат. Бірақ та әкем фрилансер. Ойламаңдар, әкем күні бойы жатады деп. Сондықтан бізге ақша жетеді. Бір кезде жаман зат болды. Мен қатты уандым. Менің жүрегім айныды, шым ауырды, температурам көбейді. Анам үйде мені емдеу алмаушы еді. Сондықтан да жедел жәрдемді шақырдық. Машинаның ішінде керекті температураны сақтау қиын. Сол күні ыстық болды. Мен сезіп бастадым. Терім бәрі жанып жатқандай. Маған жаман болды. Өйткені іш жағым ауырды және де сырт жағым. Білмеймін, қалай өлмедім. Сол күні ауруханаға тез жеттік. Мені реанимацияға апарды. Сол жерде 3 күн жаттым. Содан кейін басқа палатаға жатқызды. Сол жерде бір қалыпты температураны қойды. Сол жерде 2 апта жатқанмын. Мен қуандым ауруханада жатуға. Өйткені үйге қарағанда басқаша болған. Менің анам келіп жүрді, киіммен ноутбукта киді. Содан кейін мені больницадан шығарған. Әкем мені көргенге қуанды. Бұрын көп уақытқа айырылыспадық. Барлығы жақсы бітті. Ауырым кетпесе де, мен ойлаймын, бір кезде дәрігерлер осы ауруға дәрі табады деп. Міне достар, осы оқиға бітті. Мен сіздерге айтайын дегенім, енді 2 жай оқиға мен 2 қорқынышты оқиға шығып тұрады. Онда достар, осы оқиғаны переводтаған ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып, және де каналға тіркеліңіздер. Осы видеоның оригинал описанияда. Және де достар, келесі видео 15 лайктан кейін. Ал онда сау болыңыздар.